И сенің мынау энергия қуат көздеріңде именно блоктар тұрады ғой, адам сынақта тұрғандар өкініш болады, қайғыру болады, оның бәрі минус энергия. Блокталып тұрған кезде сенің именно жетінші энергияң, Алламен байланыс энергияң вибрациясын осы картинка көтереді. Көтерген кезінде сен уже жүрек чакраң сразу ашылады да, жүрек қуат көзің, ниетің уже ашылады, көзқарасың басқаша бола бастайды. Мына есімдердің бәрін тоқтамай айтып жатқан кезінде сенің вибрацияң көтеріледі, энергияң көтеріледі да. И сенің мынау жүректегі жаңа обида, өкпе, неге сыналып кеттім деген нәрсенің барлығы өзінен өзі жоқ бола бастайды. Уже алға қарай жол бар екенін сезесің. Көрдіңіз ба? Вот соншалықты кереметтілігі и моментум уже идеяларыңда басқаларда келе бастайды. Уже түсінесің, сынақтың өзі әшейін берілмеген. Қабылдай аласың да. Оға дейін қабылдай алмайсың ғой. Жылайсың, өкінесің, басқа аласың, бірақ ана жерде уже автоматом қабылдатқызып қояды сені.